Бірінші сынып 82-ші сабақ ха дыбысы мен әрпі. Біздер не көріп тұрмыз? Біздер үш басты айдаһар мен масаны көріп тұрмыз, иә? Осындай бізде ертегі бар. Үш басты айдаһар мен маса деген. Енді айдаһар десек, бізге не естіліп тұр? Сөздің ортасында ха әрпі естіліп тұр. Ха дыбысы дауыссыз дыбыс. Енді кітапта берілген сөздерді оқып көреміз. Қаһар, қаһарлы, қаһарман, гаухар, жиһаз, шаһар, жаһан, жиһангез, мәшһүр. Енді бізге мәтін беріліп тұр. Мәтінді түсініп оқы. Гаухар Әдияға хабарлама жазды. Елімізде халық қаһарманы деген атақ бар. Осы атақтың иелерін білесің бе? Сенің жауабың қандай болмақ? Дұрыс жауап беруші не істейсің? Сөздіктен іздейміз, анықтамалық кітаптан қараймыз. Халық қаһарманы деген кім? Сол бойынша жауап берейік. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы отанына ерекше мәртебе көрсетіп, ел алдына игілікті іс тындырып, көзге түскен, халқына аса көрнекті қызметімен тәуелсіздік жолында жауынгерлік ерлік көрсеткен адамдарға берілетін атақ. Ол кімдер? Мысалы, Қайрат Рысқұлбеков, желтоқсан көтерілісінің қаһарманы, Қасым Қайсенов, жазушы, Роза Бағланова, Тоқтар Әубәкіров, Қазақстанның тұңғыш ғарышкері. Мына осы адамдарды халық қаһарманы деп атаймыз. Кітабымыздың соңында штрих-код тұр. Сөз тану. Сол штрих-кодқа телефонымыздың камерасын тақасақ, біздерге ссылка көрсетеді. Соған бассақ, біздерде өлең жолдары берген. Аты мәшһүр жаһанға, Бауыржан ата қаһарман. Осы өлең жолдарын жаттап аламыз. Бауыржан ата дегеніміз Кеңес одағының батыры, Екінші дүниежүзілік соғысының қатысушысы екен.